Қайырлы кеш балақай. Қалың қалай? Бүгінгі күнің қалай өтті? Өте жақсы. Керемет өткеніне мен сенімдімін. Бүгін мен саған қандай ертегі айтсам екен деп ойланып отырмын. Сен қандай ертегілерді жақсы көресің? Батырлар жайлы естігің келе ме? Әлде қиялға жайып ертегіні тыңдағың келе ме? Менің инстаграм парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпа. Жақсы ма? Келістік. Ал бүгін мен саған ұшатын кілем жайлы ертегі айтайын. Ертеде бір шаһарда Аян есімді бала өмір сүріпті. Ол баланың ақшасы аз екен. Бір күні ол базарға барып, ескі бір кілемді сатып алады. Оны оған сатқан сатушы, бұл жай кілем емес. Аян жай кілем емес. Қандай кілем сатып алып жатыр деп ойлайсың? Қане ойлан, ол қандай кілем екен? Бірақ өзі ескі екен, бұрыннан келе жатқан кілем. Әрине, ол сиқырлы кілем. Сатушы оған оның жай кілем емес, ұшатын кілем екенін айтады. Бірақ кез келген адамды ол ұшырмайды екен. Сенің ниетің түзу және тілегің шын жүректен шығу керек екен. Сонда ол кілем сені ұшырады. Ол кілемді үйіне әкеп, далаға жайып, үстіне отырады. Егер бұл сиқырлы кілем болса, менімен бірге аспанға көтеріл, деп тосып отырады. Ал бір мезетте не болды деп ойлайсың? Кілем Аянды ұшыра ма, әлде ұшырмай ма? Бір мезетте кілем дірілдей бастайды. Ал Аян болса, қорықпай, керісінше қуанып кетеді. Кілем болса, зуылдап, аспанға көтеріледі. Ол бүкіл қаланы жоғарыдан тамашалайды. Ұшатын кілем Аянды алыс жерлерге апарады. Ол биік тауларды, көгілдір теңізді, жап-жасыл ормандарды тамашалайды. Ол тіпті бір ханзадаға жолығып, оның патшалығына да саяхат жасайды. Ол көптеген жерлерді шарлап, өз қаласына қайтып оралады. Бірақ ол енді бұрынғы Аян емес. Ол көпті көрген, барлығын білетін, бастысы арманы орындалатынына сенетін Аян болып оралады. Содан бері Аян кілеммен әлемді шарлап, жаңа достар тауып, жаңа елдерді зерттеумен айналысыпты. Ұшатын кілем жайлы ертегі саған ұнады ма? Бұл ертегінің түйіні балақай. Арманыңа сенсең және шын жүрегіңнен тілек тілесең, ол міндетті түрде орындалады. Сенің арманың сені биікке жетелейді. Сен де міндетті түрде армандап, ол арманың арқылы биік мақсатыңа жетесің. Сондықтан да армандауды ұмытпа. Ал жақсы, мен ертегімді аяқтайын. Ал сен ұйқыға жата ғой. Келесі кездескенше сау бол.